Естеріңізде болса, Джейк Ллойд «Звездные войны» фильмінің жұлдызы болатын. Кішкентай Джекке танымалдылық ақшадан басқа ештеңе әкелмеді. Ол түсірілімнен кейін толассыз сұрақтар мен сұхбаттардан шаршап, шизофрения дертіне ұшырайды. Тіпті бұл оқиғаның соңы түрмемен аяқталады. Маколей Калкин «Один дома» фильмінен кейін аса танымалдылыққа ие болған еді. Сонымен қатар көптеген рөлдерді шебер сомдаған актер жаңа ұсыныстарға режиссерлерден миллиондаған сомадағы гонорар сұраған. Ал ата-анасы Маколейдің ақшасына ие болу үшін бір-бірімен соттасып, соңы ажырасып кетеді. Соңында бар мүлік Маколей Калкинге қалып, кейіннен ол 17 жасында үйленіп, наша мен араққа құмар болып кетеді. Қазір оны «Один домадағы» сүйкімді Кевин екеніне сену қиын. Эдвард Ферлан бозбала шағында Терминатор фильміне түсіп жұлдыз ауруына шалдығып, тіпті нашақор болып кеткен. Терминатор 3 фильміне шақыртып алған ол көп сомада гонорар сұраған. Сол себепті режиссермен келісе алмай Эдвард кино әлемінен мәңгіге алыстап қалады. Аманда Байнс 90-шы жылдары бірталай комедияның жұлдызы болған ол қазір танымастай өзгеріп кеткен. Бүгінде ол түсірілім алаңын психикалық орталыққа алмастырған. Еріншектер елі мультфильмнің басты рөлін сомдаушы Джулиана Роуз өзін актриса ретінде қалыптастыра алмаған еді. Нағыз артистке қажетті қабілеттің барлығы бола тұра, сан түрлі шақыртулар алса да, мультфильмнен өзге ешқандай киноға түспеген.